Сәлем, сіздермен бірге Серікбай Лаура, 3 жылдық опыты бар практик таргетолог. Осы күнге дейін жасаған үлкен кейстарымның бірі 65 миллион оборот жасағаным. Осы бүгін біздің мини сабағымызда өз услугамызды қалай сатамыз және үлкен жеке өз услугамызды қалай сатамыз, соны үйренетін боламыз. Бірінші орында сіздер өз услугаларыңызды 2-3 пакетке бөліп қоюларыңыз керек. Себебі клиентке ұсынған кезде өзіне қолайлысын таңдап алатын және өз услугаңызды осылайша қымбаттата аласыз. Бірінші, өз услугаңызда бірінші пакетте сіз таргет жібересіз, күнделікті скрин отчет жіберіп отырамын деп айтасыз, бірақ эрпен отчет тапсырмайсыз, маркетинг бойынша анализ жасамайсыз, сол услугаңызды мини чекке қоясыз. Одан кейінгі услугаңызды эрпен отчет тапсырасыз, таргет жіберіп отырасыз, күнделікті отчет жібересіз, осынша офер жазамын, осынша баннер тестировать етіп жіберіп беремін, маркетинг анализ жасаймын деп, осы екі түрлі пакетке бөліп қойып клиентке ұсынсаңыздар, осылай өздеріңіз услугаңызды үлкен чекке сата аласыздар. Екінші, клиент сіздерге келіп түскен кезде, клиент сіздерден сұрайды, услугаңыз саламатсыз ба, услугаңыз қанша деп жазған кезде, сіздерден саламатсыз ба, мен услугам осынша теңге деп жазудың орнына, өздеріңізге саламатсыз ба деп амандасудың қажеті жоқ. Бірінші орында қандай ниша, инстаграм парақшаңыздың ссылкасын жіберіңізші деп сұрайсыздар. Нишасын жазады, инстаграм парақшасын жібереді, кіріп анализ жасап көресіз. Ол парақша активны ма, неактивны ма, білесіздер, неактивны инстаграмдарда таргеттің жүруі қиын болады. Сондықтан инстаграм полный анализ жасап аламыз. Одан кейін клиентке айтасыз, бізде инстаграмымызда осындай ошибкалар бар екен, давайте мен сізге тегін разбор консультация өтіп берейін деп, клиентті барынша разборға шақырасыздар. Тегін барынша пайдалы ақпарат беретін боласыздар. Разборға барынша кіргізу керек. Себебі ол клиент тек қана сізге ғана жазбайды, сізге конкурент тағы 4-5 таргетологтарға жазады, саламат, услугаңыз қанша деп 4-5 таргетологтарға жазғаннан кейін ішінен сіз ерекшеленуіңіз керек. Олар сияқты услуга мынанша теңге, нишаңыз қандай, осынша теңге шығарып беремін, осынша алады, қанша бюджет жұмсай аласыз деп сұрақ қойғаннан гөрі, сіз ерекшеленіп, разборға шақырып, разборда оған полный өткен таргеттеріне, алдын қандай таргет жіберілді, соның барлығына сұрап, анализ жасау арқылы, оған консультация беріп, инстаграмда минустарын плюсқа айналдыру арқылы өзіңіз разбор өтіп беруіңіз керек. Сонда сіз ол клиенттің есінде қаласыз. Если сіздің услугаңыз алмаған күннің өзінде, ол бірнеше айдан кейін немесе қайтып сізге келетін болады. Дәл осылай менің оқушым Әйгерім де клиенттерге дәл осылай разбор жасау арқылы өз услугасын 200-250 мыңнан сатып жатыр. Вот, қыздар, сіздер полный инстаграмны разбор жасап, клиенттің инстаграмда минустарын айтып, соны плюсқа айналдыру туралы айтып, сіздер консультация өттіңіздер. Ол кісіге келесі клиенттің бизнесі жайында ақпараттар аламыз. Бізде бірінші этап, бриф анализ жасаудың бізде 4 этапы бар. Бірінші бриф жасау, одан кейін целевой аудитория, мақсатты аудиторияға анализ, мақсатты аудиторияны сегментке бөлу және конкуренттерге анализ. Енді бізде бірінші бөлім клиенттен, қазір біз клиентпен сөйлесіп отырғандықтан, клиенттің мақсатын, бизнестегі мақсаты қандай, клиенттері кімдер деген сияқты сұрақтарды қойып, клиенттің кәсібіне қызығушылық танытамыз. Және оған давай былай жасауға болады, ол нәрсеге былай жасауға болады деген сияқты нәрселерді айтып, өзіңіздің құндылығыңызды сол жерде қаншалықты сіз пайдалы ақпарат бердіңіз. Егер сізден сатып алмай кеткен күннің өзінде сіз оның есінде қалып қоясыз, маған осындай таргетолог осындай пайдалы ақпарат берді ғой, ол значит сол нәрсені біледі ғой деген сияқты ода ой қалыптасады. Сондықтан консультацияда барынша қыспастан пайдалы болуға тырысыңыздар. Келесі, бриф жасауды біздер өнім туралы ақпараттар сұраймыз, мақсат аудиториясы жайында сұраймыз және конкуренті туралы сұраймыз. Клиентке қойылатын сұрақтар: мысалы үшін, нені жарнамалайсыз, қандай өнімді жарнамалағыңыз келеді, сіздің өніміңіздің артықшылығы қандай, сіздің обычно клиенттеріңіз кімдер сізден сатып алады, мақсатты аудиторияңыз қандай, олардың қорқыныштары қандай, сіз олардың больдарына шешім бере алады ма сіздің өніміңіз деген сияқты қызығасыздар. Жарнамаға қанша ақша жұмсай аласыз, таргет жібергенде қандай результат болды бұрын жіберген кезінде, сізде қандай акциялар, қандай скидка, бонустар болып жатыр ма, қандай ондай сізде скидкалар барды, оны сұрап аласыздар. Және средний чек сізде қандай, конкуренттеріңізден қымбат, орташа или қалай деген сияқты соны сұрап аласыздар. Клиенттік базаңыз бар ма, соның барлығын сұрап аламыз, қыздар. Осының барлығын сұрап, сіз клиентке алдыңғы жіберген таргетімен салыстырасыз. Мысалы үшін, ол таргетте бонус, скидка, акция берілмеген шығар, может ол да қате болған шығар, ол сізге көрсетеді, міне мынаны жібердім, бүйттім деп өзінің больдарын айтып отырады. Сіз сол больға сізде решение табылу керек. Сол осы сұрақтарды қою арқылы сіз оның больдарын табасыз. Мынандай ошибка алдыңғы таргетте мынандай болған ғой деп ше. И сол қарай сіз өзіңіздің ұсынысыңызды айтасыз.
осындай да осындай, негізі былай жіберуге болатын еді. Мен сізбен жұмыс жасайтын болсам, 4 этаппен жұмыс жасаймын. Бірінші этап, мен сізге қазір бизнес туралы толық ақпарат мәліметтерді сұрап алдым. Екінші, мен өзім сіздің целевой аудиторияңызға анализ жасаймын. Маған жіберген 3 конкурентіңіздің парақшасын анализ жасап қарап шығамын деген сияқты. Одан кейін сіздің мақсатты аудиторияңыз қандай, сізден кімдер сатып алады, олардың желаниясы, қорқынышы, возражениесі қандай, соған қарай мен әдемілік офер шығаратын боламын. Үшінші, мақсатты аудиторияға сегментке бөлемін. Бірінші сегмент, екінші сегмент, кім сатып алады, не үшін сатып алады деген сияқты сұрақтарға арқылы мен сізге сіздің бизнесіңізге анализ жасаймын, сегментке бөлемін. Әр сегментті бөлек-бөлек таргетке жіберіледі. Үшінші, конкуренттеріңізге анализ жасаймын, сіздің артықшылығыңыз қандай болады, сіздің олардан неңіз кем болып тұр, соны плюсқа айналдыруға тырысамыз. Полный мен сізге консультация беріп отырамын жұмыс жасаған уақытта, бір ай уақытта мен сізге көмектесіп отырамын деген сияқты маркетинг бойынша. Сондай ақпараттарды беру арқылы сіз клиентті өзіңізге баурай аласыз. Солайша өз услугаңызды қымбатқа сата аласыз. Перепискада сөйлесуге қарағанда вот разбор арқылы мынаның барлығын клиентке түсіндіріп беру арқылы сіз оның тік еткізіп андай қыласыз ғой, бірден өзіңізге баурайсыз. Обычно таргетологтар не істейді? Клиент жазады, бағасын осынша теңге услугам дейді, болды, ары қарай онымен сөйлеспейді. Не клиент ары қарай жоқ болып кетеді, либо сіз өз услугаңызды айтасыз, кейстарыңызды жіберіңіз дейді, бұрынғы кейстерді жібересіз, бұрынғы кейс оған ол тура сондай болады деген 100% гарантия жоқ, дұрыс па? Сондықтан разбор арқылы сатып, осының барлығын түсіндірген дұрыс. Дәл осылай клиентке разбор жасап болғаннан кейін өз услугаларыңызды ұсынасыздар. Мен осындай этаптармен жұмыс жасаймын. Менің прайсым осындай, мына прайсымда осындай қызметтер атқарылады, мына прайсымда осындай қызметтер атқарылады. Қайсысы сізге қызық, қайсысы сізді қызықтырады деп клиентті сұрап аласыз, выгодасын түсіндіресіз. Клиент всегда қымбатына қарай жүгіреді. Неге? Себебі сода пайда көп деп ойлайды да, сол нәрсеге не қылады. И клиентке айтасыз, мен 3 қана услугаға 3 қана орын ашқанмын, өз орныңызды брондап қойсаңыз болады. Если брондайтын болсаңыз, дәл қазір маған брон тастап қойыңыз, 5-10 мың теңге аралығында брон жіберіңіз деп, сол жерде сіздер брондарыңызды алып алу керексіздер. Немесе брон қазір жасамайтын болса, клиентке бір күннен кейін болсын, саламатсыз ба, қандай шешім қабылдадыңыз, услуганы алатын болдыңыз ба деген сияқты клиентке обязательно кері байланысқа жазыңыздар. Дәл осылай менің әйгерім оқушым сияқты өз услугаңды қымбат шетке сатқың келсе, менің обучениеме кел, обучение жайында толық ақпарат менің разборымда.